құрметті әріптестер. Төтенше жағдайлар кезінде эвакуациялық пункттерде балалар мен тұрғындарға психологиялық көмек көрсеткен 400-ден астам мектеп психологтарымен өз міндеттерін атқара жүріп, келген қиындықты елмен бірге еңсеруге қатысқан 29 мыңнан астам педагогтер мен білім саласы қызметкерлерінің өлшеусіз еңбектерін ерекше атап өткім келеді. Жаңа жоғарыда атап өткен Маңғыстау облысының, Ақмола облысындағы әріптестеріміздің де бұл іске белсене араласуда құптарлық жай. Әсіресе қайталауға тура келеді. Қостанай облысы Алтынсарин ауылында орналасқан мектеп ұжымы елді мекенге қарғын су кірген шақта ең алдымен мектепті қорғап қалды. Педагогтеріміздің бұл қарекеті үлкен ерлік пен шынайы азаматтықтың белгісі. Көпке үлгі болар іс. Береке бірлікте, ырыс ынтымақта деген. Еліміздің білім беру жүйесінде өздеріңіздей жауапкершілігі жоғары, білікті мамандардың болғанын мақтан тұтамын. Әрі баршаңызға оқу-ағарту министрлігі мен жеке өз атымнан ереше ықыласты ризашылығымды білдіремін.